Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Эльмира. Бүгін мен сіздермен сүзбелі ватрушкалар рецептімен бөліскім келеді. Видеоның соңына дейін қарап, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ал мен видеоны бастаймын. Ең бірінші біз жылы суымызды құямыз. Суымыздың үстінен дрожжды саламыз. Оның үстінен 2 қасық қант саламыз. Ашытқыны жақсылап тұрып араластырамыз. Ашытқының үстін пакетпен жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Ашытқымызға 1 қасық қант, тұз және де сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп отырып, қамырды илейміз. Қамыр дайын болғаннан кейін оның бетін жауып, жылы духовкаға 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр дайын болам дегенше оның салмасын дайындаймыз. Сүзбеге 2 қасық қантты қосамыз. Жұмыртқамызды қосып, оның ақ қуызын алып қаламыз. Салманы шанышқымен жақсылап араластырамыз. Ал менде қамыр дайын болды, енді оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде барлығы 11 бөлік шықты. Енді олардың бетін пакетпен жауып, оларды 15 минутқа қалдырамыз. Ортасын жасау үшін видеодағыдай стакан қажет болады. Сіздер тіпті стакан орнына қолдарыңызбен істей салсаңыздар болады. Ақ қуысқа сүтті қосып, ватрушкалардың үстін жағып шығамыз. Енді ортасына сүзбелі салмамызды саламыз. Енді духовкаға 180 градуста 20-30 минутқа қоямыз. Менде осындай өте дәмді әрі нәзік сүзбелі ватрушкалар шықты. Мен сіздерге жасауға кеңес беремін. Достар, мен барлық ингредиенттерді описанияға қалдыратын боламын. Сіздермен болған мен Эльмира, келесі видеода кездескенше.